28 шілде күні айналма көпір жайық жағалауы маңында Жасыл ел жастар еңбек жасағының 15 жылдығына орай Атырау қаласында және барлық аудан орталықтарында тазалық акциясы өтті. Акцияға Жасыл ел сарбаздары мен қаламыздың белсенді жастары қатысты. Акция нәтижесінде жағалаудан 7 куб қоқыс тазаланды. Қазір енді көптеген жерлер қалада ластанып жатыр. Осы Жасыл ел ашылғалы енді Атыраудың жастары Жасыл елде көбі тазалап қала енді сәні кіріп отыр да. Осындай акциялар бола берсін. Жасыл ел көптеген жастардың ортасы. Барша Атыраудың халқын, Атырау қаласын таза ұстауға шақырамын. Траштек Атырау акциясы қазіргі уақытта Атырау облысында бірден-бір іске асып тұрған Жасыл елдің жобаларының бірі Траштек Атырау. Қазіргі уақытта осы жайық маңын демалушылар ластап кеткен жерлерді тазалап жатырмыз. Жасыл ел сарбаздары мен белсенді жастармен бірге. Белгілі уақыты жоқ. Қазіргі уақытта осы маусымда, яғни Жасыл ел жастар еңбек жасағының 16 маусымында 10 Траштек Атырау акциясын өткіземіз тек Атырау қаласында. Ал аудандарда 5-5-тен, әр ауданда 5-ден өтеді Траштек Атырау акциясы. Қазіргі уақытта енді жазым мезгілі көбі жайық маңын ластап кетіп жатыр, демалушылар ластап кетіп жатыр. Соған орай біз қазіргі уақытта тек жайық жағалауын ғана тазалаумен айналысып жүрміз. Геолог маңындағы жайық жағалауын тазалаған едік. Енді міне микрорайон Атырау маңындағы жайық жағалауын тазалаудамыз.